анамнан бұрын әкем тігіншілікке жақын болды. Әкемде мынандай бір өнер болды. Теріні өңдейтін. Бізде Дарияның бойында өстік қой, Сырдарияның бойында бізде андатра деген нел болатын. Соны ұстап алып келетін бізге. Біз соны кәдімгі илейтін тұғымыз. Терісін әкем илейді, жақсылап айран жағып қойып отырып илейді. Одан кейін түсін бояйды. Енді шаш бояйтын краскілермен бояйтын шығар, білмеймін сол кезде. Сөйтіп әкем бастап құлақшын тігіп бастады. Құлақшын тігіп бастады, кейін оны біз сұраныс жоғары болды, кейін оны анам Алматыға барып тағы бір-екі университетін әйелдерге арналғандарын оқып келді. Одан кейін анам осы бизнес жасады. Анамыз, мен, үйдегі бала-шағалар барлығымыз отырып, сол құлақшын тігеміз. Сонда таңертең тұрамыз, мысалы таңертең тұрамыз да түске шейін осы құлақшындар тігіп отырамыз мамамызға. Мен астарын тігетін басындым. Сосын анау клей болады, өзі дайындайтын, қатыратын, соны дайындап беретін тұғым. Дайындаймыз. Сонда түсте 12-ден мына жағы Қызылорда, мына жағы Түркістаннан біздің ауылға барлығы автобуспен келіп, бізде қаз-қатар өстіп біздің үйімізге келіп тізіліп отыратын. Сол кезде бір норка шапкалар мода болды өзі. Норка шапкалар мода болды. Соны тігеміз. Сол кезде заман қиын кезде бізді осы қиыншылықтан алып шыққан біздің отбасымызды осындай біздің жаңағы отбасылық өзіміздің бизнесіміз деп ойлаймын.